Ne olsunlar? Men orunda olsam körörüm senleri külgönlerini. Kıyım bok ketdi bu jagday. Күнгөрү кыйын болып кетті ғой сәпсім. Азаннан кешке дейін бармаған жерім жоқ, барған жердің бәрі 40-тан асып кеткесін деп қабылдамайды. Баяғыда 60-тан кейін шығу үшін пенсияға қазір 41-де шығады екен. Шіркін-ай 39 май деп күніге жылайтын болдым. Ана енем мен қатыным үйден қуып шықты. Барып 8-ші мартқа бірдеңе тауып келді. Не табасың? Кім не береді екен саған? Адам өзі аштан өлмейді екен негізі. Баяғыда ойлайтын бір 2 күн аш қалсақ өліп қалған шығар. Жоқ, шыдай береді екенсің. Созғылап, мына өзі ит пен адам өзі сонда ит жанды болады деген өзінде рас екен. Мынау құрбан айт деген жақсы болды қазір. Сол құрбан айттан құрбан айтқа дейін созбай бірдеңе қылып жетеміз. Сара келіп тастап кетеді, беріп кететіндер бар. Сосын көршім бай. Сол жақсы болды. Сосын бір салақ қатыны бар, жалғау. Санау қой сойғанда, құрбандыққа шалғанда, шек қарын басын ұйтуға жеркене деген. Рахат болды, соны итке тастаған жерінен бар біздің қатын. Иттен бұрын бар үлгіреді. Сол көз айда бір терлеп тепшіп, бетіміз төгіліп қалады әйтеуір. Бас жеп, қарын жеп. Олар түсінбейді ғой, бүкіл витаминнің бәрі қарында, мидың бәрі бас дегенін қайдан білдіңдер? Сол бір осы құрбан айтты жақында, сол көршім аширетіне қойын сойып жағаға итке тастаған жеріне қатын барып үлгірген. Үйде осы өлгенде көрген бір төбелес, ақтүйенің қарын жарылып, той есебінде ғой бізге ол. Жылына бір-ақ рет жейтін ет, өз ет жемеген деген дәмінде ұмытып қалады екенсің бүгін. Соны жеп отқанбыз, терлеп тепшіп, сүтті үйіп отқан семья. Енем келді бір уақытта. Қаяқтан кеп қалғанын білмеймін. Ысылдап. О келсе болды бүлдіріп кетеді ғой обязательно. Ой Алла, өзі тиісетін нәрседен любой жерін тауып алады өзі тағы да. Ысылдап келді. Жетісіп қапсындар ғой. Қашаннан бері мынау қой соятын болған деп маған тиісті. Оны анау қызы енді үлкен емес, енді кішігірім жылан ғой, данашы енесі сияқты емес. Тілі жоқ енді бұның. Үйге келген күні плоскоспен тілін суырып тастаған матаңа. Ысылдай бермесін деп. Сары жылан деймін мен. Шақпайтын жылан болып жүрді ме сары жылан? Сары жыланыма тілі бітсін бір уақытта. Ой, бұл сорлы. Бұл несін сояды, үйде жүрген аяғына соғысып өлейін деп жүрген бір тышқан бір, соны соймаса деді. Сосын қарын тойын қырап, ет жеп, өзімше бір әзілдейін деген түрім. Бірақ әзілдім неудашный болды. Енеме тиіп кететіні қайдан білейін. Соны айтыппын ғой, құда қаласа тышқан семірсе, соны сойып басын сізге қоям деппін. Содан соғыс басталып кетті. Қырғын болдық енді. Сол бір-екі рет сыртқа шығып, төбелесіп жұлыстық, ішке кіріп, үйдің ойран ботқасы шықты. Олар жақ қыз екеуі жабылып жүр. Маған әйтеуір бала шағам болысып жүр енді жағы. Адардың аяғынан тартып бірдеңе қағып, жас қой әлі іштеген. Дегенменен анеке ұрып тастады мені. Сол енем басыма аяғын қойып тұрып айтты. Әттең деді, мынау немерелерім деді, әйтпесе мынау қызымның қасына жақындан адам емессің ғой деді. Бірақ мына немерелерімнің обалына қамайын, таксист болып ақша тап, баяғы атаңнан қалған сары жигули үйде отырып соны алып кет деді. Сосын енеме сенбей қалдым алдында. Жаңағыдай төбелестен кейін енді машина беруі мүмкін емес енді. Сосын мен айттым, ойбай, ене, мен өз машина түгіл жаяу жүріп соғысып қалайын деп жүрген адам. О, баяғыда 8-ші класс бітіргенде бір трактористтің несін берген бір не бар, права. Мектепте беруші еді ғой, соны. Оны ұнның арасына тыққызып тастаған, бұзылып кетпесін.
17 жыл болған ғой праваға, сарғайып кетті. Он кейін гаилер көріп, сенікі емес деп, жас кезімде түскенбіз. Хош әйтеуір не керек, ертеңіне әйеліміз екеуміз шырттай киініп, бар таққанды осы киім ғой. Сол барып мәшинені қабылдауға бардық. Енем айтты, ана гаражда тұр, өздерің шығарып алып дайындаңдар, ертең ана Нарынқолда Қарагөз деген үлкен қызы тұрады, менің қайынбикем. Соны үйіне барып келеміз деді. Өзім қуанып жүрмін ben. Өзім сенбей жүрмін мәшинені неғанша көргенше. Сөйтіп жаңа мәшине сыртқа шықсақ, крышасы мыжылып, ішіне кіріп кеткен деген. Судай жаңа деген ғой маған. 70-ші жылғы 01. Өзім менен 2 жас кіші екен. Анау жел тұрғанда ағаш құлап, несінің крышасы ішіне кіргізіп жіберген. Соны 4 бұрышынан кесіп алып тастадық. Енем айтты, ештеңе қылмайды, летний машина болады деді. Сезонында мінесіңдер деді. Ана Әнуардың кафесі сияқты сезонный. Күзге дейін мінесіңдер болды деді. Жарайды оғанды мақұл деп, алдыңғы 2 крылосы шіріп түсіп қалған. Машина былай жаман емес еді, жусаң жылтырап тұр. Артқы 2 крылосының бір жағына Запорожскің, бір жағына Москвичскің саған. Моторы ГАЗ-53-дігі. Капот жоқ. Айдап келе жатқанда ана моторда не отқан бәрін көріп отырды деген сұраған. Қайыр кетті, не үзілді, қалай қызды бәрін көз алдыңда да бәрі, телевизор көргенде. Сосын әйтеуір жаңа шығарып, оталдырайық деп, соң кілтін сұрады едім енді қызынан бар. Шешеңнен кілтін алып келді. Кілт жоқ, кілтсіз оталады деп, қарасын 5-6 провод бұлай шығып тұр ғой. Оны ары қостық, бері қостық, оталмайды. Сосын жаңа енеммен келіншегім айтты, мен мынаны енді итеріп бір столға апарайық, мынаны бір деңе қылады. Ертең жол жүретін болсақ, жөндету керек қой. Сонымен әйтеуір итеріп жолға шығарып, ана екеуі итеріп келе жатыр, мен енді болмайды, рөлде бір адам отыру керек. Ана екеуі итеріп келіп, бір рахаттандым, бір ағанды. Бір өмірімде бір ақымды алғандай болдым, құдай бар екен. Ана енемнің тілі салбырап, осы кіндігіне дейін жетті бір қарасам. Со артқы екесігі жоқ. Әтей тормызды басып, одан бетер қинайын деп ойладым. Тормыз жоқ сөйтсем. Содан қой жетер, мініңдер дедім. Стуға қарай, сай қарай кетіп барадырмыз уже. Екеу сегір кетті машина. Тормыз жоқ. Сосын айттым, анау стуға жақындағаннан дедім, екеуің екі аяқ екі жақтан шығарып. Аяқ тірей беріңдер дедім мен, басқа амал жоқ бұл жерде. Жапарқұлда жан бар ма? Шайтанға да жан керек дегенде қайда? Даганса тіреген ғой аяғын енем. Артынан от шығып келе жатыр еді машина. Өзара қызына барам деп бір жаңадан бір анандай шпилки топли сатып алған екен. Асфальтта айдап келе жатқан ғой. Ана мерекенің бейшара өзі табанында жоқ өзі арада ескі топли. Оны ғана табанына жетті. Қан шығып кетті байғысты. Ана енемдікі плоский болып қаптыр арт жағын бәрі жел. Лыжи сияқты. Сосын енді дедім, ана өз тіремей қалды ғой. Резкі орындарын ауыстырыңдар дедім. Ана екінші аяқпен ана желінбеген топлиммен. Қойшы өтері барып, қиқылдап барып тоқтады қыстауын алдына. Содан барып оталдырамай жүргеніміз, ақасы багы жоқ екен машинен. Содан баг іздейік, баг жоқ. Қойшы өтері бір Қытайдың бір бесін арандай канистрін тауып, кришасына қояқ деп жүрсе, ол кришасы жоқ екенін ұмытып кеткен. Көке бұны қайға бекітеміз, кришасы жоқ қой дейді. Сосын айттым, онда багажға салайық деп. Багажға салып, сосын кабинаның ішінен өткізіп қойдық дені, шлангыны. Бұның бір жақсы жераны бәрін көріп отырады кезден, өтпей қалса бензин жоқ. Бензин біте ме, жетпей қалама деп қорықпайсың да, көзің алдында ағып жатыр. Содан газ базатын педал түсіп қалған екен. Оған пресін жібін байлап берді. Сонымен қойшы өтер мәшинені бірдеңе оталдырып алдық. Сосын айттым, мен мұнан айналайын біз алыс жол жүреміз, анау желдерін тексере саш дедім ана балаға. Ойланып көп айтады. Көкем мынада жел жоқ қой осы дейді.
Hey kalay. Tüçeyle bana tesiginden karasak, şimdi savasak koygan eken. Atam bir жерде öz bir sonda şeber adam bolgan bir жерде. Бұл да жақсы екен бірақ, өмір жарылады деп қиналмайсың. Мамық жүреді екен. Сонымен от алдырып шықтық. Газды жағы енеме беріп қойғам, алдында отырып тартып отырасың деп. Өзім айдап келе жатырмын. Бірақ енді тоқтасаң өшсе болды, қайтып от алдырамайсың. Сол базарға жақындағанда айттым, сендер секіріп түсе беріңдер. Мен өзі айланып жүремін дедім. Соны шыққанда тартамыз нарқы. Ой Алла, таксист боламын деп көрмеген жоқ әлі, талайда естесіздер. Содан олар базарға кеткен. Мен сол жайлап ары бері жүрмін. Барақолдың алдында машина кеп, арғы басында жарты сағат шығам, содан былай айланып келем деген бір сағат өтеді. Енді әйелдердің базарға кірген білесіздер ғой, 4-5 сағат шықпайды енді олар. Сол екінші группта бір орыс қатын айқайлап, дақсай довезите деді. 300 дам деп атыр енді. Мен ол тоқтамай өткенін ойлап қаптым, арзан деп амай атыр екен ғой деп. Келесі айларым өткенде 500 деп қалды. Бұлай қарай келгенде 1000 деді, отыр дедім. Бірақ өтіп барады, секір дедім мәшінемен. Мәшіне 90. Өзі деді бір шошқадай бәлі екен. Давай, прыгай дедім, секірді. Асфальтқа бірақ түсті ғой. Ана мәшіне аптан, ана несінің бәрі шіріп кеткен екен еді. Содан асфальтқа түсті. Мәшіне резкі өшісі өрді. Тартамай өшіп өлді бейшара мәшіне. Ыңыранып барып өшті мотор. Енді құлағанда да енді бір оңбай құлады ана бейшара. Өзі жалпақ немекен, түйенің жарты етіндей. Екі аяқ былай жатыр. Енді ананы көрген адам енді жүрегі жарылып өледі, жүрегі нашар. Ананы енем көрсе біттім, сөрді сразу ол мені турап пісіріп жеп қояды. Оңбаған істеп жүрген тірлігің мынау шаңқай түсті ұялмайсың ба дейді ол, одан тайынбайды ол. Анау да таңын рет тура осылай жатыр. Ой деп әнерді бәрін жинап арбы итеріп жүргендер, кеңдір. Сомен әйтеуір бірдеңе қылып жүріп жабылып суырып алдық ананы. Суырмаса ғана құйрығына сидене қысылып қапты, сидене бітенемен бірге шықты. Одан ана сиденені одан жарты сағат ажыраттық. Сөйтіп орын әйтеуір темірмен байлап бірдеңе қылып. Әнер өңірейіп қалды. Сол енем шықты. Сол айландырып кеп алдарына тостым мәшінені. Артық есігі ашық, жүріп барып секіріп кеттік нарын қолға. Сосын қатты жүрсең, мәшіне өзі шашырай бастайды. Төгіле бастайды жан бәрі. Сосын енем мен қатыным айтты, қысып ұстап отырыңдар дедім, түсіп қалады. Соған ұрып баратқанбыз, нарын қолға жақындады дегенде көзім түсіп, бірдеңе қызаран қара сөйтсем қызыл түбілей банағы сатаңадар орыс қатын түбілей түсіп қапты. Мұнаны дедім, мыналар көрсе енді біттім дедім енді. Сонымен жайлап әйтеуір сипаланып жүріп, жайлап алдымда лақтырып жібердім. 1 километр жүрмей артымдан бір мәшіне сигнал береді. Сөйтсем ана байық сен менің қамдары түбілей түсіп қалды деп ойлағым. Қызыл түбілей қолымда сигналды береді. Ал одан қашып құтылсамшы. 80-нен асырсаң шашылады мәшіне. Сонымен қойшы әйтеуір, ол да түсіндім екен, әйтеуір енді мен де тормызды басып, светпен сигнал бердім. Түсінді. Қалды, сол келдік. Келіп енем айтады. Туфлиімді шешіп қойып ем, аяғым ісіп дейді. Сөйтсем ана енемнің туфлиін лақтырып жіберген екен ғой мен. Ана ұрынның арты қуыс деген өзім ойлап жүрмін ананы келгенде ұсап қойдым. Содан сразу бажамды шақырып алдым да айттым, шестеркі темірден бір 6 метрін әкел дедім. 6 метр, 3 метрден бөлдім да, ана кабинаның алдынан артынан торт байлағандай қылып атаңан еді. Ломмен қысып тастадым. Ана алдын шілей қысып жіберіп, сол қиық деп жүретін болып қалды. Содан Алматыға келіп, қойшы әйтеуір таксистің өмірі басталып кетті. Таксист болып жүреміз, бір адамдан артық аламаймын таксиге. Сыймайды бірақ. Өйткені жаңа 3 балам, қатыным, мен өзіміз жаңа 5-өміз жүреміз мәшеде. Қатын кәсір. Шешесі дайындап кеткен анаған. Мынаның қасында жүрмесең, жек қояды ақшанды.
Енеммен басында келіскенде солай келіскенбіз, қылдай бөлеміз дегенбіз ғой табысты. 3 бала комиссия. Сол келеміз, бірақ адам. Сосын перекресткіде, мен оларды енді пайдалатын жерім перекресткіде. Өйткені мен светофорда анау жақсы түсінбеймін де. Соны 4 жақ қойып қоям. Сол жайлап анау тоқтай алмаймын ғой, ұшып қалады машина. Келе бергеннен тұрып ана жақтан, мына жақта қарады, жоқ, зу өтіп кетіп. Жүгіріп мініп алады қайттан. Екінші перекресткіге. Сосын мен айттым, үлгіріп сендер мініп болмайды деген. Давай сендер мына перекресткіге сразу екінші жүгіре бердір дедім адырай. Сөйтіп қаланы аралап шыққанша кеш болады. Сол 300 теңге тапсақ, 1000 теңгенің бензин жақып келеміз ғой кешке. Сосын енеммен күніге соғыс, пірбіл қайда, анау қайда, мынау қайда. Ой, құрсын бұл. Бұл таксистерді бұл сыртынан көріп ойлайды, мәй қосылар ақшаға батып жүрген бір рақат шығар. Бұл таксистің көрген күні құрсын. Бұл неше түрлі бәле кездесе деген ғой. Бір күні бір спортсмен кемпірді мінгізіп масқара болдым. Кетіп баратқам, мына қаланың ішінде перекресткіден болмайтын болды. Сосын мына межрайонныйға шықты, мына үлкен трассада жүрейін деп. Мәшіне шашылмайды, темірмен қысып тастағам. Соны шығып бір кемпір қол көтеріп тұр екен, мінгізіп алдым. Соны әңгімелесіп, талғардың ар жағына апарып тастап, қайтып келе жатыр, қаланың кіре бергенде қарасам, ана кемпірім мәшиненің қасына жүгіріп келе жатыр, баған талғарда тастап кеткен. Ойладым, мына кемпір өз осындай спортсмен кемпір екен ғой дедім мен. Марафонмен айланып жүрген. Тағы бір 10 километрдей жүріп көрейінші деп. Бір уақытта жайлап тоқтап, апа не болды бұл? Неғысыз жабысыз ма деді. Ой, қараңғы есіңе етегім қысылып қалды ғой. Үсті бара не? Етегі есікке қысылып қалып, сөйтіп жүгіріп жүре берген ғой мен артынан. Мен өзі әдетім мына көп айнаға қарамаймын. Міндім тура алдыма қарап өзі жүре беремін де. Сол бір күні бір досым туған күні соған бардық. Сөрде ішіп үйтіп шыққан екен үй айланып. Там айланып қайтайық дейтін бар бізде Шымкент жақта. Там айланып қайтайық деді. Айланайық. Тамда айлана бергенде бір жігіт айтты. Мама дейсің ба деді. Ол не мама дейді. Ана шешегесін ба дейді. Өмірімде темекі шегіп көрмеген адам. Оны қалай шегеді? Ана тартар кезде мама деп айтсаң болды деді. Көрейін дедім. Сөйтіп жайлап әкелдім де мама дедім. Бір 5 минуттан кейін жадырап сала бердім. Тағы да 1-2 рет мамалатайыншы дедім. Тағы бір 3-4 рет мамалатып алдым ананы. Рақат болды. Анам мәшинем көзіме шайқы қысып көрінеді таңырайлып. Новый сияқты. Каспийдің су тіземден келеді сияқты болып тұр. Содан қой жедер не керек, досым екеуміз қайттық. Келе жатсақ, бір гаишник мотоциклді қасып тоқтап тұрған құдай өртедім, бітті, машина қоятын болды. Тоқтадым, сөйтем айтты, айналайын ағатай деді, мынаны осындай адреске апарып тастаңызшы, мотоциклім бұзылып қалды, жібіңіз бар ма деді. Бар. Ойбай, айналайын давай деп артынан байлап. Урал мотоцикл екен. Сүйреп келе жатқам, содан анашаның бәлесі ұмытып кеткен ғой гаиді. Біраз жүргесін қасымдағы досым айтады. Ойбай, бас дейді. Не болды? Гаи қуып келе жатыр, гаи дейді. Қой, артыма қарасам, действительно бір гаи мотоциклмен таяғым бүйтеді маған. Тапқан екесін ақымақта таяқ. Мен саған өздері тоқтай салады екем де. Сен көкіңді білмей жүр екесің. Бақ анашаның күші бар ғой менде. Ал бастым газы содан. 120-ға апарып бір қарап қойсам, оны мотоциклдің үстіне шығып алып бейшара бүйтіп келеді. Бір көрсетейін мен саған дедім. Тоқтатқан. Ал, мықты болсын, қуып жет деп, одан бетер басты. Сосын досым айтты, сен деді бұны қатырайық. Сен левый поворотты жақта рез оңға бұрылып кетті. Сол бұрылғаннан осы 3 ай болды ғой келгеніме. 4 жыл отырып келдім ба таңырай. Слишком қатты бұрып жіберген екем да. Ана гаи мүгедек болып қалған. Ана енемнің машинесінің жарысын жұлып әкеткен. Содан үстімнен енем арыз жазды, ана милиция арыз жазды. Содан келгенімін 3 ай болды. Содан қайттан машинені ремонттап, тағы құда қаласа бір аптада шығам. Такси керек болса звондайсыңдар ғой. 00 жерде.